шынымен де адам өзіне сенетін болса, молшылықты дәл қазіргі сәтте бай болғысы келе ме, әнші болғысы келе ме, я болмаса білмеймін, не болғысы келеді, сол нәрсеге сенетін болса, ол шынымен де болады да. Өйткені адам миы санасы сенбесе, ол нәрсе ештеңе болмайды. Ол бәрі сенбейді оған. Оған сен болып тұрған адам да келіп, мынаны жасашы десе, оған жасамайды да. Оған не істеу керек? Өзі сену керек, өзі соған келу керек, сол состояниені сезіну керек. Сол кезде барып не істейді? Молшылықтың көп адамдар айтады, бай адамдармен араласса, неге үш баймен араласаң, төртіншісі сен боласың дейді. Себебі ол тартады ғой, бір-біріне энергия тартады. Бір-бірімен байлықты тартады. Жаңа кедей ма, ол байдың қасында жүріп, сол энергияны сезінеді де, бір күні сол да бай болып кетеді де. Ал анау алқаш адамдар неге алқашпен жүрсең, төртіншісі сен боласың дейді. Себебі сен жаман, негативті тартасың да бойыңа. Сосын бір күні сол адамның арасында төртіншісі болып кеткенін сезінбей қаласың. Сен қасында кім энергия жақсысы, сенде көп адамдар, сен мысалы сәтсіз қарызда жүрген адамдардың қасында жүрші, сен қарыз болмай ақ қойшы оған. Бірақ сен де қарызға кіріп кетесің да. Өйткені энергия соған нәрсе тартып тұрады.